Салам ардақты Алаш жұрты. Қайырлы кеш қасиетті қазақ елі. Алатаудың баурайындағы әсем қала Алматының төрінде болып жатқан өнер қырандарының дүбірлеген тойына қош келдіңдер. Я құрметті көрермендер, бүгінгі дүбірлеген тойымызға жан-жақтан ат басын бұрып келіп жатқан қонақтарымыз көп ағайын. Солардың бірі, бірегейі, сонау Астанадан келіп отқан еліміздің экс-премьер-министрі Кәрім Мәсімов. Здравствуйте, уважаемые. Ой, кешіңіздер. Қайырлы кеш, құрметті отандастар. Бүгінгі өнер крандарының пародия кеші барлықтарыңызға құтты болсын. Маған бұл театр бала кезімнен қатты ұнайды. Почему-то енді ғана ашылып жатыр, Бұл театр сондай ерекше театр. Ерекшелігі сол, басқа театрлардың жасағанын жасай алады. Жасаймыз. Әншілердің әнін айта алады. Айтамыз. Биші де бола алады. Билейміз. Саясаткер де болады. Боламыз. Депутат та болады. Боламыз. Президент. Сендерді құттықтады. Рахмет аға көп-көп. Бүгінгі үлкен тойымызға тек қана елімізден емес, жан-жақтан да келген қонақтарымыз бар ағайын. Олай болса қарсы алайық. Американың президенті Барак Хусейнұлы Обама. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Okay, yes, my name is Barack Obama of America. I'm glad to see you. Happy New Year! The American president of the Kazakhstan was on the ground as against all table about us. Ой, бәке. Мына жерлеріңіздің бәрі өтірік болып кетті ғой. Қой көрсеңші, бәрі ешкім түсініп атқан жоқ қой. Okay, but thank you very much. Magan Kazakhstan katıldı. Wow. Yeah, Kazakhstan katıldı. Altınbek Karazbayev'in repertuarından Karabala. Yes. Karapima. Okay. Kara Kemper'den zarı. Kazaklar dance. Bir. Aranjörda. Okay. Super. Thank you very much. Kazaklar kuş geldi. Бәке, елімізге қош келдіңіз. Біздің сізге арнайы дайындаған ерекше сыйлығымыз бар. Маған ешқашан қазақтың батырын сыйламаған ешкім. Ой, бәке, бұлар емес. Сыйлықты көрсетіңдер. Міне. Біздің Алматының апорты. Apple. Апорт, алма. Оказывается, iPhone Алматыдан шыққан екен ғой. Бүгінгі өнер крандарының кешін ашық деп жариялаймыз. Бәрекелді құрметті көрермендер. Осы уақытқа дейін өнер қырандарының бақшасында піскен апорт алмасынан барша көрермендерге ауыз тиюге рұқсат. Окей, алыңыздар. Үлкенін әкелді. Бұдан да үлкені. Өтініш, бұл алманы маған беріңізші.
Bir alma. Бәке, бізде бұндай алма көп. Сізге біреу азды кетеді. Жігіттер, бәкеңе беріңдерші. Бір емес, аяма 2 алма беріңдер. Рахмет, thank you. Олай болса, құрметті көрермендер, келіп жатқан қонағымызды Барак Обаманы еліміздің салт дәстүр ойындарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бірінші ойынымыз бәйге. Жігіттер, атқа қоныңдар. Бәке, атқа мініңіз. Атқа мініңіз, шап бәке бол. Мініңіз атқа. Шап бәрекелді, шауып келеді. Ей, қонақ жібер, қайт атқа. Қайт, қонақ жібер. Қайт атқа, қайт. Істеме, шауып. Мінеке, кел. Бәрекелді, ақтық мәреге жақындады. Төкіне деген керемет. Қазақтың бәйгесі қалай екен? Бәйге супер, просто бите бергеннен аяғын ауырып кетеді екен. Бәрекелді жігіттер, көкпар басталсын, көкпар! Ол қонақ қо. Не, ешкі ойнаймыз, ешкі. Басталды! Бәрекелді. Ортаға тұсалма. Мұнаның басы жоқ қой. Оны солай ойнайды бәке, кеттік де. Ортаға тұсалма. Қамшыла, ортаға кел. Бәрекелді. Ей, ортаға тұсалма, қамшыла, таққа сал. Бәрекелді, шап. Не болды бәке? Мен емес, ат қой. Бәке, қазақтың көкпары қалай екен? Көгіңді білмеймін, но пары мощный екен. Қашаған шығарсыз, қазақтың ұлттық ойындарымен таныс болыңыз. Супер. Окей. Мир фантазия. Диснейленд. Мир фантазияның бәрі бізден ұрлаған ғой. Қазақтың ұлттық ойыны алтыбақан тебу. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бәкем. Окей. Қонаққа беріңдер, қонаққа беріңдер, Sorry. Қарамайсың ба сен? Қарамайсың ба? Не болды? Не болса? Жігіттер, қойсаңдаршы аят болады. Не болды? Қонақ кеткесін сөйлесін. Қазақтың ұлттық ойыны қазақша күрес. Күрес, бой без правил. Қазақтың ұлттық ойыны теңгелу. Шабандоздар атқа мініңдер. Мына теңгені кім іледі екен? Бәрекелді, бірінші шабандозымыз шауып келеді. Ай, ілелмекен. Бәрекелді, шауып келеді. Ай, іле алмай қалды. Екінші шабандозымыз шауып келеді. Ілемекен, ай, іле алмай қалды. Түк, үшінші шабандозымыздай. Бәрекелді. Ілемекен. Ай, іле аламекен, ай. Ой, бәрекелді. Білеке, еңкек білет. Бәрекелді, ілді. Деген керемет. Болмайды ғой. Алып берді ғой. Қазақтың жаңа ұлттық ойыны тендер ілу деп аталады. Келіңіз бәке. Қазақтың дастарханына жайғасайық. Бәке, мынау қазақтың кең дастарханы, қазақтың жал-жаясы, қазақтың картасы. Алтылық? Жоқ, карта деймін, карта емес. Қазақтың қымыраны, қазақтың қымызы, қазақтың бауырсағы. Колобок. Жоқ, бұл қазақтың баласы, мынау бауырсақ. Бәке, қазақта асату деген бар, бәке. Олай болса, қазақтың майынан, етінен, іш майынан, сырт майынан, өкпесінен, бауырынан, талағынан, кеңірдегінен, жүрегінен, ашыңыз аусын. Гамбургер. Май бургер, ашыңыз аусын. Тиіліп қалдым. Болды. Қойдым. Жоқ, отырыңыз. Қазақ еттен кейін міндетті түрде қымыз ішеді. Қолға су құйыңдар. Қымыз әкелінсін. Енді қымыздан ал. Қымыз іштім, су сияқты екен. Ол жағы қолға қойып су жарайды. What? Жарайды. Қазақ қонақ келсе кәдесі дайын тұрады. Қонақ кәде. Сау кестіреміз сізге. Сау кестер тойа. Аяғын. Кесем. Аяғын емес, жүкті кесем. Білесіз бе? Білмеймін. Каш балам. Каш емес, қаз балам. Каз балам, по-любому каш балам. Тай. Ағасына келеді, ағасына әкел. Тай.
Тей. No. Whoa. Stop. Бәке, қолыңыз не деген жеңіл шалып кетті анау. Енді жарыстан бірінші орын аласыңдар сен. Олай болса келесі салт дәстүріміз сүндет той. What? Тұсаукесердің екінші вариантын бірақ... Oh, no. Бәке, келіңіз, бәке. No. Бәке, сізде емес, баланы отырғызамыз деймін, келіңіз. Ой, жылап келеді. Эй, мә. Не үшін? Подарок беріңіз. Мә. О, доллар. Тағы дейді. О, тағы дейді. Ол дей. Не от қайта ұят емес па? $200 маған түсініңі бар кетен яқы қарай. Күн ысып кетті ғой. Шатырдың астына кірейік олай болса. Шатырда келіңдер. Қарайып кетпейін. Хан шатыр. Казак халқы өте күшті. Казак ең дәстүрге бай. Ең қонақжай халық. Оңбаған Борат оттаған екен казактар жайында. Міне Бораттың суреті. Сабыр бәке, сабыр қылыңыз. Борат. Сабыр. Жігіттер, олай болса қазақты қонақжайлығын көрсетіп бәкеңе ат мінгізбейміз ба? Ақ боз атта келіңдер. Керек жоқ еді. Ақ боз атта келіңдер. Мұнан қайсат. Мініңіз. Ой, Рахмет. Бізге де қонақ болыңдар. Бәке, 1 минут. Сізбен ауылға дейін жетіп алсам бола ма? Ай, казактар. Отыр, жарайды. Бәке, мен де жет қолай. Жарайды, отыр. Кеттік. Жарайды, отыр. Ей, саған рұқсат берген жоқ едім ғой. Атты лимузин қылдыңдар ғой сендер. Жарайды. Сізде отырыңыз. Жоқ, мен өзім кете берем. Жоқ, отырыңыз. Жоқ, әуре болмаңыз, өзім кете берем. Көңіл сыйса бәрі сияды. Отырыңыз, көңіл сыйса бол. Отырыңыз, кеттік. Отырыңыз. Кешіріңіз, көңіл сыймай қалды. Олай болса бәке, осы шапқан күй жайлауға барып, қазақтың ән тыңдап жатпаймыз ба? Қандай? Шақырыңдар шана Ринатты. Кеттік олай болса. Қызымыздың мақпалда
талашқа даңқымның биігімен мақтанам. Ал талашқа даңқымның биігімен мақтанам. Тозақтан өзің болғай сақтаған, халқымызды тозақтан өзің болғай сақтаған. Қазағым мен қасымда ешкім жоқ көше бойлап. Неге мен үлкенмін деп жүремін сол жағын күнде ойлап. Үлкенге таңғалмаймын да таңданбаймын, Сейфуллиндай болуда армандаймын, жай ғана армандаймын, бірақ ондай бола алмаймын. Сейфуллин, браво! Меня не видно, но слышно! Бәріміз бірге! Көргенде мені барлығы сәбиде бойлап қалады. Тойда жүрсем мәжілер кеп, кәмпиттер беріп жатады. 40 жасқа мен толсам да, бірақ ешкім білмейді, қаншама рет мен айтсам да, алдайсың деп сенбейді. Мен қорқамын қатты соққан желдерден, дауылдардан. Мен қорқамын жарқ жұрқ еткен найзағай жауындардан. Ал енді планда көңілдірек, бәріміз бірге, Абдуллин! Рахмет, ханымдар мен мырзалар. Ендеше өнер қырандарының пародия кешіне ақ тілегін арнап келіп отырған Шаншар театрының директоры Уәлибек Абдраимовты шақырайық. Қошеметтеріңіз. Осақ бәне, қаптырып. Мынау өнер қырандарының кеш құтты болсын ағайындар. Бұл жігіттерді мен өте жақсы көретін жігіттер, өз аттарына сай қырандар, шеттерінен оқуын оқып, тоқып, сахна тілін, сахнадағы іс қозғалыстың бәрін білетін жігіттер бұлар. Өте жақсы сыйлаймын бұл жігіттерді. Театрды түсінеді. Бұлар өнерді мойнына тұмар қып таққандар. Сахнаның киелісін, қасиетін білетіндер осы жігіттер. Енді бір сөйлемді әдемілеп құрастыру үшін оның неше түрлі сөйлем мүшелері болады. Бұлардың әрқайсысы сол сөйлем мүшелері секілді. Оны әдемілеп қолдансаңыз, керемет сөйлем шығады. Бір сөйлемде 5 мүшесі болады: бастаушы, анықтаушы, толықтаушы, пысықтаушы, сосын баяндаушы. Бұлар соның әрқайсысы. Орындарын ешқашан ауыстырмайтын жігіттер.
Біреулер әдемі анықтаушы болып келеді дағы, басқа сөйлемге анықтаушы ауысып кете салады ғой. Оп-оңай ғой. Баяндаушы болып тұрады да, басқа бір сөйлемнің баяндаушы болады, ояққа барғанда баяндаушы болып қарқылмайды да. Бұлар әдемі, солай сөйлемі бірігіп тұрған жігіттер. Мен бұларға ризамын. Қазақтың өнерін бұлар шыңға көтеріп кете береді. Бұның концерттеріне сіздер келіңіздер, көріңіздер. Біреулер бүйтіп көреді концертті. Концерт көргеннен кейін не көрдіңіз десең, концертті көрдің ба десе, көрдік, Роза Рымбаева жүр екен, сосын Мақпал Жүнісова шықты деп кімді айтады да олар? Жоқ, сен нені көрдің десең, солар болды ғой дейді да қоя салады. Мынау алғыс хат Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігінен келіп отыр екен. Құрметті өнер қырандары шығармашылық ұжымына деп жазыпты. Игілік тілекпенен вице-министр Қырықбаев. Алматының алмасы күннің қызыл түсінде, осынғанда алмайсың жүрмін сәулен түсінбей, кеткеніңде сәулем айдай жүзің алаула. Аллаға шүкір. Қазір ғана Алматы туралы естідіңіздер ғой. Мен өзім негізі Шымкенттенмін. Бірақ Алматыға күйеуге тиіп кішкене ағарған түрім. Ал мынау мен келдім. Бұл да осында өскен. Ой, текті жерден шыққан ғой көп жаса. Мынау менің балам. Әй, сен кел, сәлем салмайсың ғой. Келін салады. Бұл да өскен меннен. Ау? Ай, осында өскен деген. Ал мынау біздің қанша жыл жалдап тұрған пәтеріміз. Сырты қағазға ұқсағанмен іші әдемі үй. Біз енді қатты қуанып тұрмыз. Өйткені жаңа пәтер берді мемлекет. Соған қатты қуанып тұрмыз. 3 бөлме. Алла қаласа 4 бөлме болып қалады. Келіннің аяғын. Ана, рас екен. Қақырып үшкір дейсің бә. Баю, баюшки, баю. Қазақша өлең айтсыш? Емені орысша айтасың. Әлди, ақ көпім, ақ төсекке жат көпім. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like that? Move it! Move it. You like it. Move it. You like it. Қазақша өлең айтайық, мам. Әлди, ақ көпім. Жылама сен, жылама. Құлағын жыл баласың ғой, қой. Баланы қорқытасың ғой, қойшы. Мама, бұл қорқытпайды, е? Қорқытпайсың ғой, Ержантай. Қайдағы Ержан? Ержан міне ол Гүлжан ғой. Ержан ғой, мама? Ол Гүлжан міне Ержан. Ержан дейді, анау Гүлжан, анау Ержан. Шатастырмаңдар, құрғыр. Мен мына жөргөктерін жатарда байлақ бұны. Тігіп қойдым. Гүлжанға Г деп қойдым. Ержанға Е деп қойдым. Нұржанға Н деп қойдым. Саған міне К деп қойдым. Неге К? Мен кемпір емеспін ғой. Келінсің ғой? Саған Т деп қойған мана үстінде. Менің атым Жеңіс қой, неге Т? Енді пол жуатын трәп кеді ғой, киіп апсың қайтадан. Киіп ала бересің, басқасы бар ғой. Оны шатастыратын түгі жоқ. Соған қарайсың да болды ажырата бересің, е? Ержан дей, мен білем ғой, мама, қойыңыздаршы. Гүлжанның оң жақ жамбасында қалы бар. Ержан мен Нұржанда қал жоқ, мен білем. Әй, сен Гүлжан мен Ержанды қалынан емес, басқа жерінен ажырататын жасқа келдің ғой. Әй, шатастырма. Тегі болмаса атын атасаң болды, өзі күледі. Я, күледі. Содан ақ білесің кімнің кім екенін. Гүлжан? Күліксі маған менен аумайған. Ержан? Ержантай. Жаным ботақан. Нұржантай. Аттарын айтсаң күледі екен ғой. Содан білесің. Көрік. Берік. Талғат. Берік пен Талғатқа да күліп отыр ғой мыналар. Күледі да, енді сен Гүлжанға Берік деп мазақтап тұрсаң. Сен де Жеңіс емес сен де Ергенбек десем жақсы ма саған?
Әне бала күліп атыр. Жан анау Гүлжан дедің ба? Иә. Қош, Гүлжан емес ол. Ай, Қош, сен де қайда? мынау Гүлжан, мынау Ержан, мынау Нұржан, шатастырмаңдар. О, Жан, туған мен білем ба, тумаған сен білесің ба? Ойбай. Баққан мен білем ба, бақпаған сен білесің ба? Міне. Тоқтаңыздаршы. Гүлжан деп тұрсыздар ма? Мынау Гүлжан. Гүлжан деп тұрсыздар ма? Гүлжан мен белгілеп қойғам. Тоқта, қара. Гүлжан мен белгілеп қойдым, байлап қойғам. Мен шатастыратын. Күнде қарап жүр қоғын. Есімі шығып кете бер. Қараңыз, мам, қараңыз. Мынандай Гүлжан бола ма не? А? Ойбай. Гүлжан емес екен ғой. Атасынан аумай қап. Ана, ойбай, ана машина. Ана, қазір енді шырылдайды анау таксист. Ойбай, бензин кетті. Тезірек, жинап жүкті. Аға саламатсыз ба? Памперс 243 штук. Жоқ, балаң дені сау, біздерде егіз ғой, егіз болғанда бізде үшеу. Жаттардың бәрін. Жоқ, ол бір қыз Баланы апар. Екеуді егіз дейді, үшеу, үш қыз емес. Мама айт. Неме түсіндіре ма айтсың, неме? Байтұрсынова 44 бол. Мам, не айттыңыз? Байтұрсынова 44 неме айтамай жатсың адресін. Мен ол емес, ана екеуді егіз дейді. Үшеуді не деп айтады, соны білмей атырым ғой? Әй, немене өзің балаң немене деп айтатын білмейсің ба? Екеуді егіз дейді. Үшеуді... Мен басы тез-тез, жине тез-тез қаз кешігеміз енді. Есіме түсті. Үшеуді үшем дейді. Төртеуді төрт еме? Төртеу болсын сол кезде көремін. Тез-тез жинаңдар. Бол. Заттар қал. Төртеу. Налар тыстай тұр, ана жат жинай. Мына ескіріп кеткен сумка ғой, тастай салайықшы, Қалай? Тастай салайықшы ғой. Немнеге тастайсың бұны? Жап жаңа ғой, немнеге тастайсың? Ескіріп кеткен ғой, тастай салайық та. Немнеге осы тастауға құмарсың сен, керек болады. Мынау түкке жарамайды ғой. Мынаны қайдан үйренгенсің сен? Енді сенен 24 сағат футбол көресің үйде, соны үйреніп алдым, енді басқа не істеймін? Тастап кетем, ескірген зат түкке жарамайды, тастап кетем. Тастамайсың. Мен оны не қыласың, қараш, мынау ескіріп кеткен зат. Міне ескіріп кеткен зат. Әне ескіріп кеткен. Бәрі ескіріп кеткен. Түкке жарамайды. Осы уақытқа бір нәрсеге жарады ма, айтшы. Апамның заттары ғой, жүрегі ауырып қалады. Ауырмайды жүрегі. Өзім кетіп баратқан кезде, давай пока дейінде тастап кетем. Қорықпа. Ескірді, түкке жарамайды. Не қыласың, тастап кетейік. Шошаңдата бермеші. Сен де шошаңдата бермеші, қолымды. Қай жерім жарамай қаптың немен? Осы уақытқа жарап кеп, бүгін жарамай қаптың ба? Жаңа бөтір алғаннан кейін жарамай қалдың ба? Жоқ. Немеге жарамай, Мам, сізді айтып атқан жоқпын. Мына сумкын айтты. Мына сумкын тастап кетейік деп жатыр. Құрғыр, бір сумкын тастасаң, тастай сал құрғыр. Ой, бірмай мынау. Немнеге тастай бересіздер осы? Не бар осының ішінде тәйгі? Киімдерім ғой. Бәрсені қағып ала береді деймін, бірақ. Мама, мына коробканы мен. Мына коробканы тастай салам. Неменеге тастайсың бұны? Оны не істейміз? Керек болады қазір үйге, жаңа үйге барған кезде анау шкафың, кіргеннен кейін шкафың бүйтіп тұрады ғой. Сол кезде бүктеп астына қоймайсың ба? Керек болады, салып қой. Мам, ол үйге барамыз. Қызық адамсыз. Ол үйге барамыз, ол жаңа үй. Новый шкаф ол үйде, теп-теке тұрған новый шкаф. Енді новый болса, алдында екі аяғын кесіп тастамаймыз ба? Не үшін? Коробканы қоймаймыз ба астына? Неменесін тастайды? Апа, бірден айтайыншы сізге. Не бол, не айт. Идея келді. Кім, не ол? Идея деген ол кез келген адамның басына аяқ асты келетін, фук ете қалатын ой. Ұрғыр қазір жүрген сайын пұк деп жүрмес, неме ол? Айт, неме? Айтайыншы, ертең Құдай қаласа новый үйге көшіп барамыз, жаңа үйге, я? Сол кезде ана үйдің ремонтын, евроремонт жасатайықшы, фирма, агентстволарға звондап керек, жасамаймыз, өзіміз жасаймыз. Олардың жасаған көрдік қана мектептер жасап еді, үстінің бәрі ажырап кетті. Төбесі дуалының бәрі ажырады, полының бәрі ажырап кетті. Енді ол мектеп, больница емес қой, апа, үй ғой енді. Какая разница, бәрі бір құрылыс ажырап кетеді көресің. Плиз, апа. Плизің де ажырап кетеді көресің ғой. Керек емес. Үнем сөйтес балаңызға иә, маған кегізі жоқ, балаңызға иә, маған жоқ. Жарай, бол. Кетеміз ба? Иә, өзіміз істейміз, ебір оғып жасаймыз. Кім үшін істемейміз? Ойбай, кел.
ұмытып барамыз ой тез адыраспан жоқ қой қазір үйге кіргенде адыраспан керек қой Ой, қойыңызшы апа, керек емес. Шаман, бақсылар құсап отырайық, көк түтін бұл бір-біріміз таппайық сол жерде. Әй, шаман бақсы емес, құрғыр ол іштен емес қой. Ашин ол микроб өлтіреді. Сондыдан. Түтеткенде микроб өлтіреді ғой. Кім біледі ол үйде, кім тұрған? Жоқ та ғой бізде. Ай, астындағы көршіге бар, тез. Айт, апам адыраспан сұрап жатыр де. Тез, тұтатамыз да қайтадан әкеп береміз де. Жүгір. Апа, оны тұтатсақ, қалай апарып береміз? Болмайды ғой. Ой, құрғыр, оны сондай бар екен. Бар, жарайды, ай, тұтатпай әкеп береміз де, жүгір. Әй, бірақ қалай тұтатпай оны әкеп береміз. Құрсын, әкесін содан кейін көреміз. Аллаға шүкір. Армандаушым осы. Осы бір қалада бір кішкентай ғана үйім болса екен осы. Әй, қиналдық қой даушым. Бір бөлмелі үй болса, бір кішкентай ғана, бір ішіне бір 30-40 адам сиятын. Жетер еді құрғыр, ар жағында тағы бір бөлмесі болса болды маған. Балалар ойнайтын кішкене бір бөлме болса 60-70 адам сиятын. Осы Алматыда жүрген, үйсіз, күйсіз жүрген жас семьясы бар ма, үй жоқтар, бәрін жинап алып айтар ем құрғыр. Тұрыңдар шардан, шаршадыңдар ғой. Бәрің осы жерде тұрыңдар. Бәрің тұрыңдар, шаршадыңдар ғой. Каждыйың $300 деп. Несі бар? Сен қатипашты қара, $600 дейді, кіп кішкентай бөлмеге. Мен кірін жуайым, тамағын жасайым. Балаларына қарап отырым, қартайғанда маған да ермек қой құрғыр. Аллаға шүкір. Не болды, әкелдің ба? Әкелдің ба? Ей, дұрыс бол. Ей, мынау адыраспан емес қой. Неге жырқылдай береді? Немне алып бекенсің мынау? Қайдан алдың мына, не мынау? Сіздағы көршілері ғой берген, тұтатасын деп. Қай көршіден алдың? Анау шудан көшіп келген ағалар ше, Осы шудан көшіп келгенде бір бәлем бүлдіріп. Бар, апар. Адыраспан керек десей, мынау жаман жоқ. Немне мынау? Есік мына жақта. Не болған мына қалай жоқ? Кіре бер. Көрдіңдер ғой жаңа. Подъездерінің іші тар, іші жиналмаған, іші шашылып жатыр. Маған қатынап тұрған жоқ. Еще мына бір иіс шыға ма? Бауырсақтың иісі сияқты мама. Әлін, мына гаршоқтағын төкпепсің ғой иіс шыға жатыр. Сен де айтады екенсің, қайдағы бауырсақ? Ой, сәлемесің. Көп жаса, көп жаса шырақты. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Кешіріңіздер, сіздер кім болдыңыздар? Менің есімім Әтіргүл. Мынау менің балам. Баламның жұмысы бойынша мына пәтерді көруге келдік. Дұрыс. Құдай-ау, көріңдер, біз көшіп барамыз. Әтіргүл, мен де есімім Әтіргүл. Аттас болдық қой онда. Осы пәтерде тек қана Әтіргүлдер тұратын болды ғой. Сіз кім дедіңіз? Әтіргүл. Онда аттас емес екенбіз. Неге? Енді сіздің есіміңіз Әтіргүл болса, менің есімім Әтіркүл. Ой, какая разница, гүл. Жоқ, мен кәдем екен, гүл. Көріңіздер. Келініңіз ба? Келінім. Құдай-ау, иіліп тұр, жақсы кел. Бірақ әзірше келінім емес. Құдай, алып қашайын деп жүрсіздер ме? Қайдағы алып қашқан? Құда түсіп. Жоқ, жай ғана некелесіп қойған. Ойбай, некесін қиса болды ғой, келін болды ғой. Болды ғой, жұмысты әтіп үйден жүре берсің. Қайдағы, ешқандай той болған жоқ әлі. Жариялаған жоқпыз. Егер де мына балам диссертациясын жақсылап қорғап шықса, онда мына үйді береді. Егер де қорғай алмай қалса, онда білесіз ғой, үй алу үшін ЗАГСке бару керек, үйленді деген қағаз алу керек, жұмысын апару керек. Енді каким-то образы мына үйді алып алу керек. Сол үшін ана Жанарды ауылынан шақыртып отырмыз. Күштеген бірақ түсінген жоқпын. Көріңіздер. Балам? Үй жақсы былай. Балам? Жаман емес. Мына үйдің коридор тар сияқты. Білмеймін мама. Маған ұнап тұр, сағанша. Одан немнеге сұрап тұрсың? Кім ол соншама сұрайтындай? Жанар ғой. Кешіріңіз, коридор тар емес, просто сіз дәусіз. Фигурист дейсіз деп атқаным ғой бұлай. Біз сүйіп жүрміз әйтеуір кел. Еще бізге 18 квадрат метр деген. Мына қара. Шықпайды ғой. Құдай сақтасын. Біз алған жоқпыз. Біз келгенде 18, кетіп баратырмыз, 18 тастап баратырмыз. Алған жоқсыз. Міне, қалай алды солай қалдырып баратырмыз. Білмеймін балам.
маған қатты ұнап тұрған жоқ. Егерде сен ұнамаса... Мама, сізге ұнамаса, онда бол. Мен басып қайтып... Жоқ. Егерде саған қатты ұнап тұрса, онда... Маған ұнап тұр, сағанша. Жақсы. Ей, одан немдеге қайта сұрай бересің, а? Кім ол соншама сұрайтындай? Оған бәрібір қалада тұрса болды. Жоқ, мам, мен қалада емес, ауылда да тұра алам. Тұрсаң тұрмайсың ба? Кешіріңіз. Мынау мен балам, жеңіс. Біреудің баласын өлтіресің ғой. Тренировка ғой, мам, тренировка. Тренировканы өзің үшін жасайсың ғой, біреудің баласында нең бар. Мынау енді ыдыстардың бәрін жинап тастап көшіп жатырмыз. Кешіріңіздер, сіздер қайда көшіп бара жатсыздар? Ой, орталыққа көшіп бара жатырмыз. Қаланың ортасынан 3 бөлмелі үй берді ғой балама. Балаңыз не болып жұмыс істейді? Балам анау не еді? Мен ба? Иә. Мен дүкенде істеймін. Security. Охрана ғой. Күнде сол жақта. Депутат екенсіз ғой. Ой, жоға қайдағы депутат. Неде, анау күзет деген жазуы бар міне жерінде. Астында сұр киеді, үстіне сұр киеді. Ішінен көк көйлек, көк галстук киеді. Анау галстугы 280 тегі өзі сатып алады екен, көйлек екеуі. Анау бермейді екен. Нешемнен алдым. Оның бәрін неменеге айтып жатсыз? Неменеге айтпаймын, әпер? Неменеге айтасыз? Неменеге мен әпер? Ой, қойсаң ғой, неменеге. Кешіріңіздер, қашаннан бері біздің мемлекет охранниктерге үй беретін болған, а? Тоже мне смешно. Сіз түсінбедіңіз. Охранниктерге емес, бұл балаға да емес, маған да емес. Баламның осы жақында үшемі дүниеге келді ғой. Соларға берді. 3 баласы, 2 бала, 1 қыз. Олар кім болып жұмыс істейді? Олар қолы бос жатыр. Шатастырдың ғой құрдас. Кішкентай ғой олар, сәби ғой. Сіздердің бөпелеріңіз бар ма? Бөпелеріңіз? Иә, бөпем. Көрсек бола ма? Көріңдер. Терезені ашпаңдар бірақ, жел соқ бол. Ана бала оқпақты, байқашы бар. Кешіріңіз, сіздің балаңыздың жасы қаншада? Жасы 25-те. 25-те? Аллаға шүкір. Уже 3 баланың әкесі? Аллаға шүкір. Ал менің балам 40-та, бірақ әлі өзі бала. Қаншада? 40-та? Қойыңыз үлкен көрінеді екен бірақ. Несін айтасың ордасы. Бәрі жақсы. Біздің өз қанымыз сондай. Тегі жылда нелер келеді, журналистер келеді. Апа, сізден сұхбат алайық, қызыл кітапқа енгізейік, сіздердің қандарыңыз ерекше. Тектеріңіз тегін емес, жылда егіз туасыздар, ешкі тектесіздер дейді бізге. Мен айтам керек емес қырғы. Ең бастысы, келінің жақсы болса болды. Келін жақсы болса көрініп тұр ғой, иіліп, сәлем салып, айтпақшы жаңағы мынау. Оның бәрі қалады ғой. Оның бәрі қалады. Мынау қазақ бекер айтпа, келінің аяғынан қойшының таяғынан. Келін жақсы болса болды ғой. Айтпақшы мына сіздердің газдарыңыз табиғи ма әлде өздеріңіз жағасыздар ма? Ой, Алла сақтасын. Екеуміз 2 түрлі газ жайында әңгімелесіп тұрмыз ғой құрдасам. Ау, ой, мынау мен балам емес. Мама. Не? Бастығы звондады. Диссертацияны қорғамасам да, мына пәтерді бізге береді екен. Жаным ау. Міне, айттым ғой саған бар. Көрдің ғой, азаннан бері біз заңгермен ақылдаспағанбыз. Көрдің, азаннан бері біз мия. Бара тұрш, сөйлесіп жатырмыз ғой. Көрдің бі балам? Енді бізге заңгер жақсылап шақырып, сөйлесіп алу керек. Егерде сені үй алып жатсаң, оны сразу менің үйіме, менің атыма сразу аударып қой. Егерде сенің жұмысында бір нәрсе болып қалып жатса, үй тартып алу мүмкін, иә? Көрдің ғой, азынан бері ми ашып жүр. Жанарды ауылына бекерден бекерге шақырып, енді шаң тозаң Жанарға ауылына кете беруіне болады. Біз сені өзіміз шақыртып аламыз 5-6 жылдан кейін. Бірақ, мам, ешқандай да бірақ емес. Керек болсаң шақыртып аламыз. Так, балам. Жарайды, мам. Сіз ақылдысыз ғой, бәрін білесіз. Мен ауылға қайта берейін. Жона! Ей, тоқтатпа, кете берсін. Главный квартираны алып алдық, болды емес па? Солай, мама. Жаным, мен саған мынау іске келін тауып берем. Жоқ, мама. Ешқандай да қой емес. Мама. Мен саған... Стоп.
кешіріңіздерші, мен араласуым дұрыс емес шығар, бірақ мына проблемаларыңызды үйлеріңізге барып шешіңіздерші. Шығыңыздаршы үйден. Мен бұл үйді көруге келдім. Бұл үй әлі сіздікі емес, шығыңыз үйден. Болмаса болады. Шығыңыз үйден. Мынауыңда ешкі тектес қой деймін, тегін тұрбай беді. Сен не алып тұрсың, не? Сәби. Бөпе. Бөпе 40-та. Шық деймін мен саған, Шықпайсың ба? Қазір көресің. Керегі жоқ еді ғой. Ойбай, ат болатын болды, масқара болатын болды ғой. Әлі шықпадың ба не? Сен, Құрғырай, шыға салым керек, шық деген бекер. Мама, шық де санаған. Мен айтайын ба? Мама, шық де санаған. Шық деш, мама, шық дейінші. Құдай-ау, мен... Балам, бір ауыз айтқаннан кейін, жай сөзбен айтқаным шыға салым керек ғой, балам. Яттау болады енді, ашуын келтірме, апаң шық деген шыға сал енді. Алам, шық деген кейін шыға сал енді, адам тұра айқайлату керек, тұрған кезде адам бәрі қайда? Яғни сені көрді да тайда не қағарай. Айтам ғой, осыны тастамаш үстіңнен де. Осымен жүрсең бәрі қорқады сенен де. Мама, мына киім дәу маған, кимеймін мен ба. Енді келесі жыл тағы да киесің ғой, арғы жыл тағы киесің. Апа, өмір бойы охрана болып өтем ба не? Енді одан басқа жұмыс жоқ қой, Құдай ау. Апа, мынау жаңағы қыз ғой жылап отыр есіктің алдында. Мен үйге кір деп зорға деген. Ештеңе етпейді, орындыға кел. Ештеңе етпейді, Құдай ау, онда ашу үстінде болады. Қызым, ештеңе етпейді, ашу үстінде болады. Кел, отыр. Мен алып келдім, апа. Ал. Адыраспан. Адыраспан дебем ғой, мен саған, не мынау? Не мынау? Мынау неме емес пе? Освежитель. Я, со вкусом адраспана дедім. Болады, жарайды. Ештеңе етпейді. Әй, орындыға кел, әй, балам. Болды. Ондайлар болады. Көрдің ба? Құрғыр. Ашу үстінде бәрі айтылады, бәрі қояды. Надан басқа жоқ. Немене музыканттардың столына келгенсің ба неме? Отыр, балам, Құдай ау. Самый главный. Егер мен жаңағы кемпір сияқты болып бара жатсам, балам, сен мен өз қолмен тұншықтырып таста. Ей, сондай болып бара жатсам, дей. Успокойся, самое главное, не переживай. Все будет переживание. Знаешь, жизнь такая штука, трудная, совсем трудная. Адам абыройын шашпай қазақша сөйлеші. Айбай, сен де кеше білесің ма не дегенді? 1 грамм орысша сен де білмейсің ғой? Қой дейм, қойым немене қойып, сен де сөйлейсің ғой? Сен де сөйлейсің. Үскігі бойша, отыр. Мен жинай берем аржақ. Бар, апарып, салып қой мен. Отыр қыз, ештен етпейді. Бәрі жақсы болады. Ей, қойдыр болды. Өзіме де сол керек. Ештен. Басым айналып, жүрегім қысып тұрған. Жүрегім айнып тұр. Әй, Құдай ау, сен... Анандай емессің ба сен? Иә, апа. Ойбай, Құдай ау. Кел, терезені аш, шетін бір нәрсе әкел. Тез. Мама, шетін сумай дей. Кет бар қайдағы, су әкел бар. Тезірек болмаса бұл қызым. Оны тездетіп емдетпесең, бұл соқыршек деген жаман. Түбіне жеткеннен кейін жарылады. Бұл кезде ота жасату керек болады. Қиын болып кетеді. Қайдағы соқыршек, апа, мен соқыршек емеспін. Сен сонда
Анандай болсын ба? Анандай ма? Сенде нең бар? Жоқ, құлағыңда саған бар. Заттар жина қазір келеді. Бол. Құдай-ау. Бұл деген жақсылық қой, шырағым-ау. Бұл деген үлкен қуаныш қой. Бұл деген үлкен бақыт қой бұл, Несі бақыт, апа? Күйеуім жаңа ғана кетіп қалса. Біле ма, күйеу? Білсе иттей боп өзі келеді. Шырағым, ештен етпей, бәрі де жақсы болады. Бәрі орнына келеді. Дұрыс айтасыз. Аяқ тәтті болады. Ештен етпейді. Ауылға барам. Дұрыс, ауылға барып жат. Ауылда таныс дәрігерлерім бар. Дәрігерге алдын ала сөйлесіп қой. Ақшасын берсем бол. Ақшасын беріп қоймасаң қарамайды. Баланы алдырып тастайын. Не деді? Баланы алдырып тастайын деймін. Біліп қой. Егер осыны істететін болсаң, мен семен мүлде араласпайым. Үйіңе де бармайым. Тамағыңды да ішпейм. Табалдырығынан аттап баспайым. Шайыңды да ішпейм. Керек жоқ. Жасама маған, ішпейм. Керек жоқ, тамағыңда керек жоқ. Апа, сіз мені онсыз да бірінші рет көріп тұрсыз ғой. Одан кейін вообще көрмейтін болам сен. Жоқ, не үшін болады ол? Онда сенің жұмысың болмасын. Алла саған үлкен сый берді ма, соған шүкір де. Аш көзіңді, көтер басыңды, айналаңа қара. Қаншама әйелдер жүр, бала көтер алмай. Бәліншеден, профессордан профессор, доғдырдан доғдыр, тау асып, шетел асып, әулие әмбер алап адасып, әркімнен сұрап. Бұрынғы бабаларымыз алақан жайып, Алладан тілеп, жалынып, жалбарынып, ұрпақты болсам екен дейтін. Ал сенің отырсың мұнау. Алдып тастайым, кеуім тастап кет. Сенің ұлтқа жаның аши ма? Сенің қазаққа жаның аши ма? Иә. Қысқарт давай. Қазақтың көбеюіне кедергі жасама. Біле білсең, онсыз да бізде жігіттер аз. Бір жігітке 8 кемпір. 8 қыз дейді. Бізде профессорлар жоқ. Бізде ғұламалар жоқ. Бізде врачтар жоқ, медиктер жоқ, үлкен тұлға, оқымыстылар, ғалымдар жоқ. Бізде штангистер жоқ. Бар ғой, апа. Қазақ дейм. Бізде әлем чемпионы 9 құмалақтан жоқ. Ал егер қыз туылса ше? Шырағым-ау, қыз туылса, одан да жақсы. Сондай тұлғаларды дүниеге әкелетін тағы бір мейірімді ана болады. Алланың құдіретін қараш. Мына жер бетін біздер мына аналар арқылы құлпыртып қойған ғой, шырағым. Мен саған кеңінен түсіндіріп жатқаным ғой, сенің қандай бақытты екеніңді. Ал енді жылайын десең жылап ал, жеңілдеп қаласың. Қалай сонда? Енді жылайсың, жасың аға, содан кейін жеп жеңіл болып қаласың. Құр, баяғыда атаң алып қашып кетмен, жібермей басып алып қалған ғой, орамалдың астында кетемге салып 2 күн бойы жылап, 3-ші күні ұшып жүрген бейді. Ойбай, отырып қаптыған машина. Рахмет сізге, апа, мен ауылға қайттым, үлкен рахмет. Еш қайда бармайсың, бізбен бірге боласың, асықпа үйге барам, сөйлесем, содан кейін шешесің. Мынаны ұста да машинеге апар. Кешір, саған ауыр көтеруге болмайды. Бар ана холодильниктің бір шетін ұсташ бар. Ойбай, кешір. Хан, машинеге. Алло. Иә, біз заказ бердік, памперс, 243 штук памперс. Рахмет, артынан келесіңдер, Байтұрсынованың артынан, жаңа адреске. Тоқта. Апрель, май, июнь, июль, август. Сол кезде тағы да августқа таман тағы 80 штук қосыңдар. 80 памперс тағы осы 340. Рахмет, көбейіп жатырмыз. Нең бар кімнің баласы екен не? Болды, ал, әкеліңдер. Ал, Апа, бұл істер.
Болды балам, болам. Уақытым жоқ, ана бензин кетіп отыр. Мынаны байқа, мынаны ал, ұста. Ұстамаймын апа, берім ауырат, берім. Беліңмен емес, қолыңмен ұста балам. Апа, адрес қандай? Адрес ана Байтұрсынова 44, ар жағына. Байтұрсынов бұрынғы космонавт қой. Ау. Байтұрсынов бұрынғы космонавт қой деймін. Ей. Біліп қой. Байтұрсынов ешқашан космонавт болмаған. Гагарин космонавт болған. Ол ағартушы, қазақтың алфавитін жасаған, шекарасын сызған. Жоқ, бұрынғы адресін айтып отырмын ғой. Бұрынғысы ма, қазіргісі ма, білмеймін. Қай жағынан кірем? Ал жағынан, анау кім әлгі Нұрмұқасан деген бар еді ғой. О, кім? Әншілер. Ар жағынан. Қай жер ол? Ой, ана байлар тұратын жер, жүр кеттік. Кеттік, бол. Ана, стаңдар, кеттік.